Сәлеметсіздер ме, құрметті желі қолданушылары, оқырмандар. Талғат Бигелдиновке 100 жыл толуына орай «Аспан адамы» Талғат Бигелдинов атты танымды видеоролигімізді назарларыңызға ұсынамыз. Қазақ халқының ардақты ұлының бірі, авиация генерал-майоры, Кеңес одағының мәрте батыры, Барыс орденінің иегері Талғат Жақыпбекұлы Бигелдинов туралы болмақ. Әуе шабуылының қаһарманы даңқты ұшқышы Талғат Жақыпбекұлы 1920 жылы 5 тамызда Ақмола облысының Майбалық ауданында дүниеге келген. Қадиша әжесінің бауырында тәрбиеленген батыр ел, басына күн туған қиын шақтарда әжесіне қолғабыс беріп, үлкендермен бірге еңбекке ерте асқан. Қара жұмысқа жастайынан дағдыланған ол, алдына ұшқыш болам деген мақсат қойып, Бішкектегі Дасат авиамектебіне түседі. Екінің біріне бұйырмайтын мұндай бақытқа еленген ол, ең алдымен Саратовтың арнайы барлаушылық ұшқыштар авиамектебіне оқуға жіберіледі. Оны абыроймен аяқтаған соң, Чкаловтағы 3-ші бомбалаушы және 1-ші жойғыш авиациялық ұшқыштар мектебінде мамандығының қыры мен сырын одан әрі терең меңгерді. Даңқты ұшқыш қан майданды көкке 305 рет әскери шабуылына шыққан. Бар болғаны 23 жасында Кеңес одағының 2 мәрте батыр атағына ол белгіні алуға алғаш қатысқан. Батырдың қан майдандағы ерлігінен бөлек, бейбіт өмір кезінде қазақ халық үшін жасаған қызметі орасан. Мәселен, оның басшылығымен еліміздің көптеген облыс орталығында заман талабына сәйкес келетін ұшу-қону алаңдары бар аэродромдар салынды. Үкімет тапсырмасынан Лисаков пен Байту комбинатының құрылысына, суперфосфат комбинатына, Алматыдағы Республика сарайы, республикалық ана ғимаратын салуға атсалысты. Осы жылдарда өзінің құрылысшылар ұжымымен барлық облыстарда автодромды автомектептер тұрғызған. Соғыстан кейін әскери әуе күштері академиясын, Мәскеу инженер құрылыс институтын бітірді. 1956 жылы әскери қызметтен босап, 1957-70 жылдары Қазақстан территориялық азаматтық авиация басқармасына аға инспектор және бастықтың орынбасары. Ұзақ вақыт қазақ КСМ құрылыс саласына басшылық атқарды. Сонымен қатар қаһарман отандастарымыздың есімі мен еңбегі ешқашан ұмытылмайды. Оның атындағы көшелер, мемлекеттер және ескерткіштер, кітаптар, фильмдер батыр есімнің ұдайы есімімізге салып отыруына дәлел. Бүгінгі өміріміз үшін құрбан болған батыр бабаларымызды ешқашан естен шығармаймыз, ұмытпаймыз. Назарларыңызға рахмет.